Байымгүл аймағының аймақтың мұражайының таныстырушысы Мұратқызы Айсылы болам. Бүгін маған бөлінген тақырып кигіз үй және оның жабдықтары. Бұл енді кигіз үйдің негізгі шығу тарихы өте ежелден деп көреміз. Негізгі деректерге сүйенсек, 16-17 ғасыр аралығында осы Орта Азияда ақ ордалар болған деп көреді. Әртүрлі зерттеушілердің зерттеуі бойынша зерттеулерде жазылған екен. Ал негізі кигіз үйдің негізгі түрлері ақ орда, орда және де осы қараша үй, отау үй сияқты үйлердің тағы басқа түрлері болады екен. Ал бұл арада кигіз үй 1975 жылы біздің аймағымыздың Бұлғынсымының халқы осы музейге арнайы әкеп берген. Негізгі Орта Азияның халқының негізгі баспанасы осы тез құрастырылып, тез жиналатын, тез бөлшекке бөлінетін ұлттық кигіз үй баспанасының бір кигіз үй деп көреміз. Ал енді бұл кигіз үйге қарасақ, басынан шаңырақ, ал енді шаңырағымыз негізінен қайың ағашпен бір иінді және екі иінді түрімен жасалады. Бұл енді қайыңды қатты кептіріп жасағандықтан өте мықты болып келеді екен. Сонымен қатар оқ және кереге сияқты бөлшектерден тұрады. Ал бұл енді есік, көбінесе есікті қайың ағаштан мықтап жасайды. Екі түрлі жарма есік жасаған. Бұл енді есікті ертеден сықырлауық деп атаған екен. Сықырлауық есік деп атаған. Сыртынан оюлы, әртүрлі оюлармен әшекейлеген кигіз, іші кигіз, сыртынан оюмен әшекейлеген кигіз есікті түсіріп берген. Бұл енді негізінен жылуды жақсы сақтау үшін кигіз есікті жауып сыртынан кигіз түсіріп берген. Өйткені енді халықтың барлығы бірдей емес, ертеде қыста да, осы жазда да, осы төрт мезгілде де қазақ ұлты осы кигіз үйде өмір сүрген деп көреді екенбіз. Ал енді бұл кигіз үй 80 оғы бар, 6 қанатты қазақтың ұлттық кигіз үйі. Басқа мына кигізін алар болсақ, екі өзек, 4 тордықтан тұрады. Бұның барлығы енді қазақ ұлты көшпенді болғандықтан 5 түлік малының соның ішінде осы қойдың терісінен қырқып, әдемілеп жуып, түтіп, сонымен осы кигіз басқан көбінесе енді. Мен қазір қазақтың ұлттық кигіз үйінің ішінде тұрмын. Сіздерге ең әуел кигіз үйдің ішкі әшекейлерімен таныстыратын болам. Бұл арада негізгі әшекейлердің барлығы, мына желбеулардың барлығы термелермен тоқылған. Кигіз үйдің ішкі негізгі сәндік бұйымдарының бірі түскигіздер. Бұл енді түскигіз әртүрлі сәнді ою өрнектермен өрнектеледі. Сонымен қатар осы сандықшалар. Бұл арада сандықтардың ішінде енді ертеде ең әуелі қымбат бұйымдарын, заттарын сандықтың ішіне сақтаған. Бұл енді сандықтардың бетін әртүрлі күміспен, табиғаттың құнды тастарынан әшекейленіп жасап. Бұл енді сандықтың ең астында жүгаяқ деген болады. Бұл енді жүгаяқ дегеніміз төрт сирақты ағаштан тұрады, және де алдыңғы беттерінің барлығын әртүрлі бояулармен, сырлармен сырлап әшекейлейді екен. Одан кейін жаңағы оң жағында келіннің ұлттық төсегі, негізі төсекте бұл енді чымылдықтар және келіннің басына тартатын шыты. Енді бұл қайықбас төсек. Енді қайықбас төсектің төсек негізінен 3 бөліктен тұрады екен. Төсектің басы және артқы чарбақтары, беткі беті деп. Бұл енді төсекті ең алдымен адамның қан айналысына жақсы болдыру үшін адамның басы жоғары, аяқ жағы көтеріңкі болған сайын адамның қан айналысына жақсы және қысымға жақсы деп көреді екен. Ал енді бұл төсектің негізгі беткі өрнектерінің барлығын әртүрлі бояулармен, сырлармен бояп, және ағашпен қашап ойып жасап, беткі өрнектерінің барлығын ағашпен оюлап жасайды екен. Енді төсектің бала төсегі және үлкен адамдардың төсегі деген екі түрлі төсек болған екен. Бала төсектің өңі дегеніміз бірыңғай қоңырқай немесе сұрғыш өңдермен өңдеседі. Ал енді үлкен адамдардың төсегі сәнді болып келеді екен.
киіз үйдің сол жағын қазан аяқтар тұратын қазан жақ деп атаймыз. Бұл енді негізгі заманауи түрдегі ас үй деп ұғуға болады. Бұл арада енді қазақтың бүткіл барлығы осы қазан ошақ тыстарының барлығы сол жағында тұрады. Енді мына жердегі келі келсап, бұл енді келіні ертеден тоқал келі, бәйбіше келі, ақ келі деген сияқты келілердің түрлері өте көп болған екен. Бұған енді қатты ірімшік және осы бидай қатты тағамдардың барлығын салып ұрып, түйіп, бұны енді тағамдарды үгітіп керектенген екен. Және бұл арада кебеже, бұны тағы да асадал деп атайды. Енді асадалдың ішінде кептірілген сұр еттер, және осы тағамдардың барлығы осы кебежеде, сұр еттердің барлығы осы кебежеде сақталады. Ал негізгі қазақ ұлтының ағаш ыдыс-аяқтарының негізгі технологиясы көбінесе ағашпен жонып жасалғаннан кейін жылқының майы немесе жылқының сорпасына қайнатылып жасалады екен. Бұл негізгі себебі сол ыдысымыз өте мықты, көп жыл керектену үшін және сапалы болу үшін көбінесе жылқының майына қайнатқан деп көреді екен. Ал бұл арада енді ыдыс-аяқтардың түрлерінің ішінде сіздерге мұнда астаулар көрсетіп жатырмыз. Астаулар, бұның барлығын енді әртүрлі тағамдар, еттердің түрлерін осы астауға салады. Және кішкентай кебеже. Бұл арада енді қазақтың ұлттық көнек, бұл енді көбінесе сарлықтың терісінен де және осы түйін терісінен де жасалады. Көнекті көбінесе бие сауғанда әртүрлі дыбыс шығарып, малды үркітпеу үшін көнек керектенеді екен. Бұл енді сыртынан қарасаңыздар чәугім сияқты, алдыңғы биесін сауғаннан кейін келесі ыдысына қотару үшін осы чүмегімен құя салады. Құйып, осы келесі ыдысқа құя беретін сияқты осы ертеден келе жатқан көнек. Жаңа мен сіздерге қазан жақ таныстырған болсам, енді оң жағында бұл көбінесе ер адамдарға арналған жақ деп айтуға болады негізі. Мына босағадан бастап әртүрлі осы аттардың, енді ат әбзелдерінің түрлері, чылбыр және қамшы, жүгендердің барлығының түрлері тұр. Және осы ер-тұрманда осы оң жағында тұрады. Қазақ халқының киіз үйінің жабдықтары өте көп. Соның ішінде мен сіздерге біраз жиһаздарға тоқталып мәлімет бердім. Назар қойып көргендеріңізге көп рахмет.